Сәлем достар. Күнделік кезетте егер пароліңізді ұмытып қалсаңыз, не істейміз? Және күнделік кезетте бір мектептің ішінде, сол мектептің ішіндегі ақпаратты директоры кім деген сияқты, жұмысшылар кім, басшылар кім, сол туралы ақпаратты қалай білеміз, соны қарайтын боламыз. Егер менің каналыма тіркелмесеңіздер, міндетті түрде тіркеліп кетсеңіздер, онда ары қарай жалғастырайық. Күнделік кезетке кіреміз. Мысалға, сіз пароліңізді ұмытып қалдыңыз, логиніңізді білесіз. Мысалға, мен логинімді, мысалға, сіз мысалға бұлай тересіз, мен копировать етіп алайын, нарыға бір нәрсе тересіз, пароліңіз кірмей атады сізде. Ошибка по логину паролі. Пароліңізді білмейсіз, ұмытып қалдыңыз. Оны қалай восстановление жасаймыз? Восстановить доступ дегенді басасыз, мына жерде таңдайсыз. Егер логиніңізді білмесеңіз, немесе пароліңізді білмесеңіз, немесе екеуін де білмесеңіз, онда таңдайсыз да мына жерге emailіңізді жазасыз. Қандай email бойынша тіркелдіңіз? Егер оны білмесеңіз, онда қиын болады. А егер emailіңізді білсеңіз, қандай почтаңыз, енді сіз кезінде тіркелген кезде өзіңіздің почтаңызды немесе бір таныс кісінің почтасын бердіңіз. Сол почтаны міндетті түрде осы жерге енгізу керек. Туған күніңізді, датаңызды, мына жердегі суреттегі картинкадағы санды теріп далее дейсіздер. Немесе мен сияқты. Мен мысалға паролін ұмытып қалдым. Не істеймін? Мен логин, то есть мен мына жерде назад берейін қазір. Бұл жерде назад берейін. Так, восстановление доступ. Мен тек қана паролін білмеймін. Онда логинді жазам мына жерге. Мына жерге жазам 83 769 деп. Далее дейм. Сонда маған айтып тұр. Міне сенің мынандай почтаңа саған подтверждениеға кетті дейді. Ары қарай көрсетпейді. Мына скриптне мен почтама кіремін. Енді мен бұл жерде почтама кіріп көрсетпеймін сіздерге, бірақ сіздер өздеріңіздің почталарыңызға кіресіз. Сол жерде кнопка тұрады. Придумать новый пароль деген. Сораға кіріп, новый парольді теріп, сохранить дейсіздер. Сол сохранить еткеннен кейін қайтадан осы жерге оралып, күнделік кезетке өздеріңіздің парольдеріңізді тересіздер. Данный момент мен қазір сіздерге көрсетейін десем тексеріп көрдім. Күнделік кезеттің рассылкасы жұмыс істемей тұр. Енді сентябрьге таман жұмыс істейтін шығар. Бірақ соған байланысты, егер жұмыс істеп жатса, міндетті түрде сіздердің почталарыңызға түседі. Сол почтадан восстановление жасап, новый парольді қайтадан осы күнделікке кіресіздер. Қиындығы де жоқ. Осылай жасап, өздеріңіз көріңіздер. Енді тағы көрсетейін деген бұл жерде мынандай нәрсе бар. Күнделікке кіресіздер. Мысалға кіру. Не зарегистрированы в системе дейді. Зарегистрирование жасайтын болсаңыз, тіркелетін болсаңыз, мынандай нәрсе бар. Мысалға мен учительмен, мен ученик или родительмен. Мысалы мен родитель таңдаймын, далее деймін. Мына жерде жазасыз. Қандай? Мысалға мен Алматы қаласы деймін. Населенный пунктті өзіңіз жазасыз. Мысалға мен Алматы, Қапшағай, Талдықорған, Алматыны таңдаймын. И бір қызық жері, осы жердегі мектепте, осы Алматы бойынша осы күнделік кезетпен жұмыс істейтін тіркелген мектептердің тізімін көруге болады. Мысалға мен школа, престижді бассам, осындай нәрсе шығады. Қай жерде орналасқан адресін көруге болады, контактты алуға болады. Мысалға сіз балаңызды осы мектепке беретін болсаңыз, осындай данныйларды көріп алуыңызға болады. Яғни бір қызық жері, перейти на страницу образовательной страницы десеңіз, осы жерде сол мектептің толық ақпаратын білуге болады. Міне қашан құрылғаны, қанша сотрудник бар, қанша оқушы бар, директор кім, Кузьмина Ирина Всеволодовна дейді. Осы сияқты міне орыс екен, Васильевская Марина Михайловна дейді, заводшы. Міне осындай ақпараттарды біліп алуға болады. Егер директормен кездесетін болсаңыз, кім екен данный момент осы мектепте директор. Сол сияқты кез келген мектепті қарай бересіздер. Тағы да көрейік біреуін. Алматы дейік мына жерде. Населенный пункт. Мына жерде Алматы. Мысалға Алматыны таңдайын. Мысалға РФМШ Алматы деген мектепті көрейік. Қай жерде орналасқан. Мынандай контакты бар екен. Бұл да Бұқар жырауда орналасқан екен. Сол толық ақпаратты біліп аламыз. Кіреміз. Осындай директоры Күнгожин Алмас Мұхамбетович дейді. Осындай ақпараттарды білуге болады.
өзіңізге керек мәліметтерді мектеп туралы біліп алсаңыз да болады. Администраторлар кім екен, мысалға басып көрейік директорге. Мына жерде енді логин пароль сұрап тұр. Өздеріңіз логин пароль кіргеннен кейін толық ақпаратты директор туралы да қарап алуға болады. Айтайын, көрсетейін дегенім осы сіздерге. Осындай, егер мектепті таба алмай жатсаңыз, директоры кім екенін білгіңіз келсе, адресін, мекен-жайын немесе телефонын білгіңіз келсе, осындай ішіне кіріп толық ақпаратты күнделік арқылы, күнделік кезет арқылы тауып алуға болады. Ал пароліңізді ұмытып қалсаңыз, ұмытып қалмаңыздар. Вастаны мына жерде қайтып бір көрсетіп жіберейін. Кірген кезде, мына жерде күнделік кірген кезде, мына жерде восстановить доступ дегенді басып, екеуін ұмытып қалсаңыз мынаны таңдайсыз, біреуін ұмытып қалсаңыз, онда тек қана пароль таңдап, логиніңізді жазып, суреттегі саңды теріп, дәле бассаңыз, почтаңызға сізге подтверждение келеді. Сол подтверждениеға кіріп, жаңа парольді ойлап тауып, қайтадан осы жерге оралып келіп кірсеңіздер, барлығы кіріп кетеді. Жалпы сабақ ұнаса лайк басып кетіңіздер. Осы күнделік кезетке байланысты ой пікірлеріңіз болса комментке жазып кетіңіздер. Шаман шарқып келгенше жауап беруге тырысам. Ең бастысы каналға тіркелмесеңіздер тіркеліп кетіңіздер. Ал ағайындар, осымен сау болыңыздар. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше.